Бірде Құрманғазы нағашы ағасы Төремұрат пен аңға шығады. Алдарынан бірнеше киік шауып өтеді. Жігіттер киіктерді шетінен ата бастайды. Бір жігіт Құрманғазыға: «Әй Құрманғазы, мылтық ұстай алатын ермедің, бассайшы шүріппеңді» дейді. Құрманғазы мылтығын кезей бергенде: «Мергендігіңді көрейік, киіктің аяғынан атшы» дейді екіншісі. Құрманғазы киіктің артқы аяғына тигізеді. Киік үш аяқтап, ақсаңдап қашады. Қасында кішкене құралайы бар еді. Киік бір сүрініп, бір тұрған сайын құралайы енесін айналшықтап жүгіреді. Киік лағын уайымдап, оған басын шұлғып, қаш деп белгі береді. Бұл көрініс Құрманғазының жүрегін елжіретіп жібереді. Киікті атқанына өкініп, қасындағы жігіттер ақсақ киікті қуамыз дегенде, Құрманғазы тоқтатып, қолына домбырасын алады да, бұрын соңды естімеген бір күйді төгілте жөнелтеді. Жігіттердің бәрі мұңға батып тұрып қалады. Күй біткесін Төремұрат: «Жиенжан, бұл күйің жүрегімізді жібітті. Аты қалай?» деп сұрайды. Құрманғазы: «Нағашеке, жаралының бәрі жаралы, жанның бәрі бірдей. Киіктегі жан мен біздегі жан екеуі бір емес пе? Ақсаңдап бара жатса да, лағының қамын ойлап жатыр. Соны көрмейсіздер ме? Атпайын-ақ деп едім. Жігіттеріңіз болмады. Намысқа тиіп қайрады. Өкініш өзекті өртеп барады. Анасы өлсе, баласы тірім жетім болмай ма? Бұл күйдің атын ақсақ киік деп қойдым» деген екен.